Биылдан бастап біздер осы жерлердің тазалықтарына қарауға. 5-ке дейін санаймын. 1, 2. Тарихи орындарды келешек ұрпаққа сақтауымызға атсалысуымыз керек. Енді қаяққа жер, сояққа бас, сояққа жыртады ол. Есік айда, Дәурен есік айда дейсің. Тек қана маған айтты, ешкім келмейсің басқа. Елдер депсіңді бәрі жақсы. Тексті жұмасшым айтпады. Күшті ұйықтап шықтым, ұйқым қанды. 1-2 нормально да? Таза Қазақстан деген біздің неге кіріп кетіп жатырмыз программаға, поэтому возможно вот эта наша поездка, то, что мы сейчас будем убираться, то, что мы будем там изучать, смотреть, как мы будем отдыхать, вот это могут освещаться по всему Казахстану как пример. Поэтому давайте Атырау, давайте покажем пример, какие мы путешественники, как мы путешествуем, как мы детям даем пример. Мен общий чатқа бірінші точканы жібердім. Ол Дастұрдағы қара алтын дейтін кеше ғана ашылған музей. Краеведческий музей. Соған бара береміз. Музей кішкентайлау, адамды бір поток-потокпен кіргізе береміз. Одан кейінгі остановка уже бұйырса Мұқырдың бұрылатын трассасында. Сол жерден бастап біздің арқасында жолымыз, иә? Күнім болып жағылайын, әнімді арнайын. Инейімен айналайын, көңіліммен табылайын, қуанып сыйлайын. Жадыраған жүзіңнен, ай-ай айналайын, мөлдіреген көзіңнен, ай-ай айналайын. Жаным менің, in the morning айналайын, күнім болып жағылайын, әнімді арнайын. Инейімен айналайын, көңіліңмен табылайын, қуанып сыйлайын. Ал енді құрметті біздің оқырмандар, көрермендер, біз Атырау Номад саяхат тобы ең бірінші локациямыз бүгін 11 сәуірде шыққан. Ол Доссор кентіндегі Мақат ауданындағы жаңадан ашылған Қара алтын деген музей, тарихи осы өлкелік музей. Сол музейге келдік, бәрімізге көптеген ақпараттар алдық. Енді ары қарай дальше саяхатымыз жалғасады. Бана айтып кеткендей, біздерде 34 көлік, 130-дай адам келе жатыр. Қарап отырыңыздар. Бағады, алда отырғанда, давайте вот так, а то сендер бүйтсеңдер, аттағылар көрінбей қалады, короче. Қаларға ұқсат береміз. Өте безопасно дейміз, сол жерде тағы бір кездесіп, ары қарата кездесетін тоқтар бар. Инейімен айналайын, көңіліңмен табылайын, қуанып сыйлайын.
ekенин чөл дегенде гана билесиң. Жолу керек экенин жаураганда гана билесиң. Бағала өмірді бағала мәңгі деп саныма. Бұл саяхат бірақ қана мезет, қазірден-ақ алшы бәрін түзет. Күдер үзбе бақытты болуға, өзіңе де келіп жетер кезек. Сәлем достар, біздің екінші локация келгеніміз бұл Ақкерегешін локациясы. Біздің борлы таулар артта көргеніңіздей. Жалпы келген мақсатымыз біріншіден осы табиғатымызды тамашалап көріп таныстыру. Екіншіден көргендеріңіздей бәріне қолдарына қапшық ұстаттық, айналадағы осындағы қоқыстарды жинап кету. Біз мында арнайы жалпы көлік алып техника алып келатырмыз, сонымен қатар үлкен мусордың контейнер алып келатырмыз. Соған бұйыртса осы жерден Ақкерегешін және Иманғарадан мусордың бәрін жинап кетеміз, қоқыстың бәрін. Жалпы осыны дәріптеп жүріңіздер, өздеріңіздер және балдарыңызды үйретіңіздер, табиғатымызды аялайық. Мәңгі деп саныма. Бұл саяхат бірақ қана мезет, қазірден-ақ алшы бәрін түзет. Жасағанда Биылдан бастап біздер осы жерлердің тазалықтарына қарауға және бәрін сол тазалықтарын сақтауға атсалысуға шақырамыз. Енді мұны қарасаңыздар, біздің осы саяхатшыларымыздың ішіндегі ең жастары ата-аналарымен бірге қоса осындай мусорлар жинап жатыр, қоқыстар жинап жатыр. Ол енді үлкен үлгі, бәрімізге үлгі. Сондықтан айналаларыңызды тазалап жүріңіздер, шаруақтарыңызды тазалап жүріңіздер. Өйткені тазалық өздеріңізден басталады. Все, біз әлі жалғастырамыз, әлі де жинаймыз. Бұл саяхат бірақ қана мезет, қазірден-ақ алшы бәрін түзет. Күдер үзбе бақытты болуға, өзіңе де келіп жетер кезек. Күдер үзбе бақытты болуға, өзіңе де келіп жетер. Атырау облыстық спорт және туризм басқармасының қолдауымен Атырау Номад саяхат тобы экологиялық экспедиция жасады. Ол Жылой ауданындағы Ақкерегешін Иманқара деген тарихи табиғи жерлерді қамтыды. Бұл жерде біздер өзіміздің отбасыларымыз болып, балаларымызбен бәріміз тазалықтың аясында осы жерлерді тамашалап және сол жерде жиналған қоқыстардың бәрін тазаладық. Бұл акцияға 140-тан астам адам қатысты, 34 көлік қатысты. Осындай табиғатымызды аялауға үлкен септігімізді білдірдік. Құрметті саяхатшылар, бәріңізге ұнады ма? Сонымен біздер екінші локациямызды тамамдадық. Айналада қоқыстар барынша жинадық. Жалпы негізі ондай көп емес. Жалпы өзгеріс бар екен көрініп тұр. Енді біздің келесі локация бұл Иманқара өңірі. Ал, кеттік. Осыны тамашалайтын боласыздар. Кеттік. Жақсы саяхат, қыдырыс экскурсия болды. Қасымда барлық қыдырушылар бәрі ұнады, таныстым. Бірінші рет шығып тұрмын бұл саяхатқа. Ақкерегешін Иманқара саяхатына алғысым шексіз. Жыл сайын шығып тұрайық, ұнады маған. Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін барлық жолаушыларға жолымыз болсын. Мен осы саяхатқа, экскурсияға 4 баламен шықтым. Ана жерде екеуі бар, мұнда екеуімен. Біз балдармен, осымен екінші саяхатымыз. Осындай саяхаттар көбейе берсін деймін, балдармен бірге шығатын, осындай автобуспен ұйымдастыратын. Бүгінгі күніміз күшті деді деген ойдамыз. Рахмет ұйымдастырушыларға.
Meni süydün yaşan Жолаушылар, қазір бір ойын ойнап көрейік. Император деген ойын. Естулеріңіз бұрын бар ма? Ойнап көрдіңіздер ме? Так, бұл ойынның шарты бойынша қазір бәріңізде телефон бар ғой, ә? Сол телефонға маған бір сөзді жазып көрсетесіздер. Ол сын есім ба, зат есім ба, оны өздеріңіз білесіздер. Етістік ба, тек қана бір сөз болу керек. Және бір өтініш, қатесіз жазыңыздар. Сіздер қалай жазасыздар? Орысша әріппен жазсаңыздар, мен орысша оқимын. Егер қазақша әріппен жазсаңыздар, қазақша оқимын, иә? Сол себепті қате болып қалып жүрмесін. Және бір-бірлеріңізге ол қандай сөз екенін айтпайсыздар. Оқығаннан кейін сіздер араларыңызда қай сөзді кім жазған табуларыңыз керек. Яғни сіз бір-біріңізге айтып, мысалы, Айдана деген араларыңызда біреу болса, Айдана сіз осындай сөз жаздыңыз ба деген сияқты сұрайсыздар. Егер ол Айдана сол сөзді жазған болса, дұрыс болып шықса, иә деп айтады, и ол сіздің командаңызға кіреді. Екеуіңіз ақылдасып келесі адам табасыздар. Егер жоқ болса, Айдана келесі адамнан сұрап, кезекпен-кезек сұрай береді. Иә. Ербала, колонка деп жазылды. Сізде колонка ма деп тұрады, менде газель ма деді. Жоқ, ақ келе келсек. Ал? Иә. Тағыз айтамыздар. Енді мынау қазір сіз командасынан қосылған. Мен сіздің командаңыздан. Бұйырса жеңіске жетеміз. Так, дальше біз айтамыз қайтадан. Нет, короче. Так, анашым. Наубайхана? Жоқ. Так, Газель. Кезекпен-кезек. Око, я? Дальше, текелес адамыз. Қияр? Спанч Боб. Мұнда? Екі ойнамайды ойлады. Үш кісі менің командамда. Үкі Спанч Боб. Тағы да Қана қатысты кім ойнайды? анашым. Кім қарнашым? Гүлдәурен, анашым. Қандай сөз кетті? Газель. Жетпіс кемпір жер тістеледі. Оны ешкім таба алмайды. Жоқ. Тырнау. Компанияның артымыз бар. Екіншісі қиын, иман қарашы ойлай отырмдар бүгін. Қара сиырым қарап тұр, қызыл сиырым қарап тұр. От қой, бушақпен не қой қазан ғой. Мен сіз айтып. Утром четырехногие, в обед двухногие, вечером трехногие. Айтқызып айтса. Кілең әжесінің Бәрі біледі. Ол адамның үш кезеңі ғой, балалық шақ. Ал сен сондай сұлусың тым бөлек, көрсетесің маған саусағың мен жүрек. Ал сен сондай сұлусың тым бөлек, маған тек сен керек, маған тек сен керек. Ал сен сондай сұлусың тым бөлек, көрсетесің маған саусағың мен жүрек. Ал сен сондай сұлусың тым бөлек, маған тек сен керек, маған тек сен керек. Қараймын мен күнде мың рет, видеоларыңның бәрі тик-токта рэк. Так, жігіттер, қыздар, қалай кіргендеріңіз бар ма? Енді кірейін деп тұрсыздар ма? Аңыз ба? Аңыз көп кешке айтамыз ғой. Тарихын сұрап атайды екен. Енді тарихы дейтін... Қашықтасын айтамыз. Тарих дейтін бұны енді
Бұл адамнан жасалған, адам қолмен жасалған деп естиміз бұны. Я просто работала раньше с маркетингом. Алло, мына Иманғара үңгірін байқасаңыздар, кейбір үңгірлер бар ғой, табиғи түрде жасалған. Бірақ өзіне жасалған болады ғой, жартастардан сынып. Мына үңгірді қарасаңыздар, жарларының бәрінде қашаудың ізі бар. Яғни адам келіп қазған бұны. Бұның қашан жасалғанынан дерек жоқ, бірақ бұл көптеген тарихта болған оқиғаларға куә болған жер. Яғни бұл жерде баяғыда Альберт Нобель дейтін бар ғой, Нобель приз дейтін бар ғой, солар құрған ағайынды адамдардың нефтяной компаниясы болған. Осы дәстүрден олар скважинамен мұнай тасыған. Сол кезде мына жерге бочкамен кейде хранение болған ол мұнайларды. Одан кейін мына жерде диверсионный компания, Ұлы отан соғыс кезінде диверсионный отряд келіп осында тығылып жатқан біздер. Ана мұнайды жарайын деп келген ғой мына жақтан, чтобы поставка болмасын деп соғысқа. Сонда диверсионный отряд келіп осында жатқан дейді. Көптеген нәрселерге аңыз болған ғой енді. Бұл кім жасады конкретно, қашан жылы жасады? Бұл даже Заострин кезінен де бар болуы мүмкін. Баяғы ежелгі адамдар кезінен. Енді қазіргі ұсқын осында, анда жерде адамдар аттарын жазып кеткен, өкінішке орай вандализм бар. Енді бірақ біз енді сол қарап керек деп. Мына жоғары жақта қорым бар, ең төбеде. Ежелгі темір дәуірінен қалған қорым. Енді қорымнан ештеңе жоқ, просто төмпеш болып қалған. Оны да көруге болады ертең. Или бүгін қаласаңыздар. Қалай екен сіздерге ощущение қандай? Резервуарный парк, что? Современный. Там есть эти минералы, как эти, как называются эти? Минераловидные, короче. Они кристаллизируются на некоторых местах. Қалай ощущение қандай екен? Керемет. Бұндай табиғи, тарихи орындарды келешек ұрпаққа сақтауымызға атсалысуымыз керек. А менде наоборот. Вроде қазақтың бәрі орысын ба деп. Енді руларыңды айтыңдар. Есенберіш. Да? Мен де Есенберішпін. Қайсысын? Елтермін. Мен адамым. Ырсай. Арсай. Я работаю в Костромской. Для меня это исторический первый резервуарный парк. Я просто знаю, как сейчас современные резервуарные парки выглядят. И еще первый нефтепровод видели в Досоре. Нет, это не научно-производственный, как есть. Просто с чего все начиналось, истоки. А про семью Нобеля я много чего знаю, читала. Они очень такие, молодцы, они много чего сделали на самом деле. Они первые санатории для своих работников стали строить, первые дома. Про них вспомнили, что они здесь что-то делали для нас, для всех. Молодец. Жарық жұлдыз ал сенің ғарышың менің мәңгі мекенім. Ең әдемі қыз білмейтін қандай қару екенін. Бәрін ұмыт, бәрін берем, тек сен мен үшін сүй. Ал достар, біздер палаточный лагерге келдік. Бана көргеніңіздер Иманғара өңірі болды. Содан қазір айналамызда бәрі орын алып жатыр. Біздер қазір полевая кухня, жетіханалар түсіріп жатырмыз арнайы. Содан онымен қатар біздің адамдар қазір бәрі жан-жақта, мынақта айналада қоқыстар жинап жүр. Біз арнайы тонник алып келдік. Енді осыны бәрін көрсетіп жіберейік. Так, көргеніңіздей айналаңызда әртүрлі палаткалар бар. Енді көбінде біз айтатынымыз двухслойный керек. Енді екінші слой ол көбінде жаңбырдан, таңғы шықтан, сондан қорғайды. Сол үшін сондай палатка алған жақсы. Қарасаңыздар, мында көбінде әртүрлі палатка. Мынау каркасный бар, сондай. Мынау өзі жалпы бір слой. Негізі көбінде үстінде екінші слой бар. Салмаған шығар әлі. Көреміз қазір. Бір аралап шығайық, көріп шығайық. Кстати, бүгін нақты бір қызық палаткалар құрылып жатыр. Амнан бастай көрсетейік. Атырау Намац палаткасы. Арнайы. Мынау
2 адамдық палатка да бізде? 2 адамдық да? Көрдім, брендирован прям, Атырау номадспен. Однослойный. Екінші слой жоқ қой да сіздер, да? Бір слой ғой да? Однослойный. Однослойный. Желательно көбіне двухслойный алған жақсы. Жаңбыр, таңертең кейде таңғы шық болады, шық бар ғой. Шеге, мен кеше чатқа жаздым ғой да? Ескерттім ғой да? Айттым ғой да? Спорт мәсі алыңдар деп да? Ал енді ренжімендіріз. Спорт мәсі жоқ почти. Жалпы шеге бажы бар ғой. Мұндай каркасты палатка бар. Мұнау енді самый доступный, жеңіл, тез жиналады. Оны көп уақыт талап етпейді. Бұрап тек сала қояды. Бір жұқа болады. Екінші ең үлкен минусы енді жел болса, жатады енді былай. Оның тартатын ештеңесі жоқ. Көрін жіптері жоқ тартатын 4 жаққа қарай. Барлық палаткада 4 точкасы бар тартатын. Сондықтан ол желге кішкене тұрақты болады да былай ойнағанда. Но енді қаяққа жел, сояққа басын сояққа жатады. О енді жалпы бүгін жел жоқ. Мұнда бізде уже оперативно бір палатканы құрып жатыр. Аля мен Орынгүл. Қалай үйлесіп жатыр ма? Новый палатка сияқты тұсқындарына қарағанда серьезно құрып жатыр. Соған қарағанда қай жағын тартатын білмей тұр. Алғашқы палаткалары. Алғашқы палатка емес, сен Нет, алғашқы емес, жаңадан алынған палатка. Сондықтан Амнаны ма? Просто жел, да? Все, хорошо. Просто желик, оказывается, ошиблись. Жөнес, кер, ары барайық. Так, мынақта тоже, походу, первый раз, да? Жарты сағаттан келейік, әлі пока көп алыс кетіп қалмайды сияқты, жарты сағат қайтып келеріміз. Мұндай палатка бар еще. 4 адам ба, точно? 4 адамға түседі. 4 адам ба? Сиямыз. Отырып ұйықтайтын шығарсыңдар. Мұндай палатка бар, көрдіңіз ба? Жалпы әртүрлі палаткалар бар. Бүгін негізі біз әрдайым айтып жүреміз. Мүмкіншілік болғанда осыны жайлап алып алыңыздар. Бізге керек нәрсе біріншіден палатка. Бұл сіздің үйіңіз деп айтайық. Жатқанда жер өте салқын ызғар тартады, сондықтан астына каремат төселу керек, қазір көрсетеміз. Сосын спальный мешок көрсетейік жүріңіздер. Мында тамаша керемет палатка құрып отыр. Уже құрып жүрсіздер ғой да? Тамаша. 3-4 адамдық да? Шауын 4 адамдық, күшті керемет. Прихожим бірге бар екен. Полуторка, в общем. Маркиз бар ма? Очень почти двухкомнатная. Тамаша. Так, кеттік ары қарай. Кім бар мұнда? Че там, сіздер қайда құрып жатсыңдар? Анда? Машинаның қасына. Төртеуін ба анда? Че-то қарап отырсыздар ма? Мұнда бәрінде көбіне каркасный екен. Каркасный палатка. Сіздердікі ма? Тамаша. Мынау негізі 2 адамдық почти. Бір адам жатады, скорее всего. 2 адам енді былай жанымен жатады. Келші оласына қай жаққа жатады, қай жағына жатады. Бұрына шығып жүрсіз ба негізі абы? Бірден шығып жүрім. Өзіңіздікі ма палатка? Өзімдікі. Тамаша, керемет. Каремат, спальный мешок бәрі бар да? Бәрі бар, иә. Тамаша. Нешедесіз жасы? 67. Тамаша. Жап-жас екенсіз ғой? Бұл неше жыл болды саяхаттап жүргеніңізге осылай? 2016-тан бастап саяхаттаймын. Самостоятельно. Жалғыз өзім. Тамаша. Арасында қызыммен шығамын, отпуск алғанда. Керемет. Ұнап жатыр ма жалпы? Әрине, ұнайды. Сіздер Грузияға барғанда ұшқым келген негізі Номад, Атырау Номад. Сосын өзім другое решение принял, самостоятельно поехала. Самостоятельно? Да. Что керемет. Көрдіңіздер ба? Саяхаттау ешқашан кеш емес, сондықтан неғұрлым ерте бастасаңыздар, осылай өзіңіз қай жаста болмасаңыз да жалғыз өзіңіз самостоятельно осылай апамыз сияқты саяхаттап жүресіздер. Ал? Саяхаттаған деген ол керемет қой. Керемет па? Адамға деген мейірімділігі, адамға деген несі қарым-қатынасы өзгереді. Өзіңнің қатеңді түсінесің. Бұрын біреуге бірдеңе беру керек болып сен бермей қалсаң, артынан осындай саяхатта жүргенде уақытың деген көп болады ойланатын. Есіңізге түсіп кете ме? Есіңізге түсіп кетеді, түзу жолға түсесің. Тамаша. Лайфхак жазып алыңдар, көрдіңіздер ме? Ал кеттік дальше. Бұл палатка енді негізі қалай айтсам екен? Бұл көбінде негізі балыққа арналған палатка, шыны керек. Бұл далалық емес. Себебі неге минусын айтайын? Минусы. Әр жерде плюс минус бар, иә. Мынаның асты, ананың асты, мынаның асты бәрі цельный, асты жабық,
демек қоңыздар, құмырсқа, басқа да нәрсе бүйелер жақсы нелер кіріп кетпейді да ішіне, жәндіктер кіріп кетпейді. Бұл асты ашық. Бұл асты ашық, асты полы жоқ болып келеді. Сол жағы астына жел үрлеп тұрады да, сондан. Бірақ енді бұл қыста балыққа арналған. Ал кеттік, бұл знаменитый біздің Outventure деген палаткалар. Теслин 3 ол 3 адамдық. Анау Теслин 3 3 адамдық. Ол уже двухслойный. Міне двухслойный дегеніміз осы астында однослойный. Мынау бөлек болып келеді. Бұл жаңбыр, бана айттым ғой. Таңғы шық болады, сол кезде суланады палатка. Сол кезде соған жақсы да. Ал енді мына жақта ең үлкен палат. О, керемет. Көресіздер ма? Ничего себе. Қайдан алдыңдар? Аха. Мына қайда есік қайда? Даурен, есік қайда дейсің. Болшеш, Даурен. Болшеш кадр жүріп жатыр ғой. Йо, келіңіз. Жақында. Мынау дейтін. Біз бір күнге келдік, көресіз ғой да? Адамдар дейтін. Телевизор ойынға тұрғанда жи уже. Біз бәріміз келіп осында ұйықтаймыз онда. Қастарыңызға, я? Мына палатка күшті екен. Содан кейін айттым. Тамаша. Адамдар прокат қалып отыр ғой мұндай. Білгенін істеп отыр мына жерде. На, короче, Ау? Глэм Патрауда реклама ертіп жүрейінші. Кімді? Глэм Патрау. Конечно. Біз ала прокат қалған фирма Глэм Патрау деген фирма. Бағасы өте арзан, еще мындай аккумуляторы бар. Вообще андай кино қарайтын нетіні, нелері бәрі бар, проектор бәрі бар түгел. Көрінді ма? Біз шай ішкенде келіңіздер, беш бармақ бәрін көріп. Короче, кешірек келеміз дейді. Бірақ тек қана маған айтты, ешкім келмейсің басқа. Тамаша, кеттік. Мына жерде бұл енді арнайы палатка алынған, жалдамалы. Бірақ соның өзінде қараңдар, қандай керемет. Мынау да бір керемет палатка екен. Мынау да үріліп жатыр да, каркасы бар екен. Ар жағынан үріп жатыр да. Қай жерге сіздер келдік ма? То жалға алдыңдар ма? Или кімдікі мынау? Жігіттердікі ма? Керемет. Так, таныс болыңыздар. Қайсар мырза. Бұл біздің енді кішігірім видео-влог. Қайсар мырза визит Атыраудың қазіргі басшысы. Бұрын біз Ганюшка алдыңғы жылы 2025-те Лотос фестивалінде танысқанбыз. Ол кезде Қайсар мырза Теңіз округінің Ганюшкин Құрманғазы ауданы Теңіз округінің әкімі болған. Содан бері танимыз. Сол кезде бізге керемет қолдау көрсетті. Бүгінде сол қолдаулар жалғасып жатыр. Бүгін бізбен бірге шықты. Көп рахмет. Рахмет, Эльдар мырза. Өте қуаныштымыз. Бүгін енді осы Номад Атырау клубымен бірге осындай керемет бір өзіміздің тарихи өлкелерімізді таныстыру мақсатында келіп жатырмыз. Көп рахмет осындай үлкен шара ұйымдастырып жатқандарыңызға. Еліміздің осы облысымыздың туристік әлеуетін танытуда үлкен еңбек етіп жатсыздар. Өте қуаныштымыз. Осы бірлескен жұмысымыз нәтижелі болсын деп тілейміз. Көп рахмет. Біз енді тек қана саяхаттау емес қой, бағана көргендеріңіздей, сонымен қатар тазалықты алып жүруге тырысамыз. Қасымызда қазіргі таңда 30-ға жуық бала шағамыз бар. Бұл біздің болашағымыз. Соларға да болашақ айналаны аялау керек екен, тазалау керек екен, қоқыс лақтыру. Біз оны өте қатты қадағалаймыз. Бізде сосын алкогольный политика, ешқандай шарап болмайды ішуге, қоқыс лақтыру болмайды. Осындай өзіміздің клубымыз ережелеріміз бар. Енді бұл бір ғана үзіндісі. Қазір бәрі дайындалып жатыр. Қалған бәрін жалғасында көресіздер. Кеттік. Жалғастық, бір қызық нәрсе көрсетейін. Кстати, мұнда тағы палатка бар. Қазыбек мырзаның палаткасы. Бұл енді біз әрдайым көрсетіп жүреміз. Неге бұны көрсетсем, сіз палатка туралы кішкене көбірек ақпарат болсын деп. Бұл жоғарыда, ана жерде тағы бір палатка құрылып жатыр үлкен. Мына жоғарыда палатканы көріп тұрсыздар ғой. Оның плюстары көп. Енді минустары бар. Ол үшін сізге джип керек. Екіншіден плюстарына жаңбыр, ешқандай банадай қоңыз, не сияқты, құмырсқа сияқты, жәндіктер сияқты кіріп кетпейді. Сосын егерде сіз банада айдалықта өзіңіз жүрсеңіз, мысалы жабайы жануарлар бар, қасқыр да бар, қарсақ бар, түлкі бар, басқасы бар, аю бар деген сияқты. Содан кішкене аулақ боласыз. Және жаңбыр жауған, қар жауған жағдайда да ішінде утеплениясымен тұр. Так, бір қызық нәрсе көрсетейін. Біздер арақашықтыққа қарамай бүгін мұнда 2 әжетхана алып келдік. Хандар үшін, ер адамдар үшін, мырзалар үшін да. Енді ана жерде бізде қазір
полевой кухня болады, уже ер адамдар қолданып жатыр. Әр жерде өзінің арнайы қапшықтар бекітілген, қоқыс салатын. Оның бәрін біздер ешқандай өртеумейміз, өртеу болмайды, тастамаймыз. Оны бірге Атырауға апарып, неге полигонға тапсыратын боламыз. Біз сол үшін көргендеріңіздей көп адам алып келгесін, жауапкершілік болғасын. Біздер не алып келдік мына жерде, бізбен бірге техника келді. Қазір біз осында дайындаймыз деп жатырмыз. Қазір мында полевая кухня. Столдарға дейін алып келдік мында. Қарасаңыздар, бұл біздің арнайы бұйыртса осы жерде орналасамыз, палатка беріп отырып. Так, мына жерде бізде полевая кухня. Іңкәр, қалайсыз? Көп-көп рахмет сізге. Сіз же кірісіп кеттіңіз ғой. Давайте вместе готовить вкусно. Давайте, бірге пісірейік. Онда кірсек, как раз жақсы болды, көмекші табады. Мен бүгін повар ретіндемін. Іңкәр мен көмекшім. Екеуміз бірге пісіретін боламыз. Бізде бүгін тушенка с макаронами. Біздің полевая кухня қош келіп жатсыздар. Біздің поварлармен таныс болыңыздар. Іңкәр, менің команда бүгінгі Іңкәр, Балжан, Альбина. Біздерде бүгін Айдана, кешіресіз Айдана. Жаңадан келді жұмысқа. Ана еке бұрыннан кетір. Оксі бұрыннан кетір. Короче, біздерде бүгін бәрі сұрап жатыр, менюда не болады деп. Біздерде бүгін 8-часовое томленое мясо, 8 сағат бойы бұқтырылған, өзінің согында бұқтырылып, арнайы Өзбекстаннан келген, заказбен келген біздің помидорларымыз, қиярларымыз. Так, сонымен қатар біздерде бүгін, в общем, бұл айтқанда тушенка с макаронами, альденте. Кен жақындап көріңіз, соусы песто, которого нету, к сожалению. Так, бізде уже процесс басталды. Негізі камераға берілмейді, бірақ таза ауадағы жалпы білесіздер ғой, әр пісірілген тамақ ол не болсын, құрпияз болсын, майға қуырылған, оның өзі керемет. Жұпар естермен келеді бұрынғы себебі айналада ешқандай қаладағыдай не жоқ, ешқандай загрязнение жоқ. Таза ауа мына жақта. Айналаны қарасаңыздар, жел болып тұрған өзінде мына жерде ешқандай шаң да жоқ, топырақ та жоқ. Өте жері жақсы мына жердің. Артта көрсеңіздер, бұл біздің Иманқара өңірі, ана жерде адамдарымыз кіріп шығып жатыр. Сонымен қатар мына жерде тағы бір 2-3 лагерь орналасқан екен. Біздің көршілеріміз әлі танысқан жоқпыз, таныса жатармыз. Бүгін бізде мына жақ кухня, ар жақта қазір балаларға, басқаларға қазір арнайы ойындар болады. Оны алдағы видеода көріп жатарсыздар. С этим, с макаронами альденте. Тушенка с макаронами, короче. Елдер не пісірді бәрі жақсы. Біздің томленое мясо деген осы. Бүгінгі тушенка КМДБ полностью сертификатталған. Бүгін дәмін көреміз. Ал кеттік салуға. Елсім ашып бері. Іңкәр. Еркебұлан Тоқтар танисыздар ма? Еркебұлан Тоқтар танисыздар ма? Соның залында мен. Соның залында байытыспын. Турнек жасаймын, солармен. 5 жылдан бері сол Еркебұлан Тоқтардың залындамын мен. Жақсы.
Заслужила. Специально отряда Москвы. Аланы кішкентайларды ойнатамыз ба? Жамаймыз деп желейміз. Саламатсыздар ма? Көңіл күйлеріңіз қалай? Ұнап жатыр ма? Ас болсын. Бәрі жақсы ғой, баяндамаңыз. Сау болсын, көресіздер. Қазақстан бір тебе. Жоқ, менің атым бес енді. Это тоже балдар біледі ма? Біледі. Дальше стойте-ка, салфи. Жүз отель. Отель? Құрылы табатын шығарсың. Бизнес показандай. Пусть кино попаритет может? Линкольн для адвоката, Линкольн. Адам десе, обезьян дейді ғой. Адам табылады. Это же он бат. Кальсон дұрыстап тұрсыңдар. Братство кольца. Қазақстанский. Сақина, позже. Брат или брат? Сағайды сүйгенімнің өзі сен қайда жүрсің Громче, громче, громче! Карте құлағыңа шопа 101 мәрте тағы Европа күтет алда бұл күндер қалады артта күндем береке үйге береке мен үйді күтет мен гүлмен ол құшақпен сені бұл жерден алып кетем үлкен ұшақпен болмаймыз қолайлы үстіммен оңайды жүруге болмайды Жұмасшы лайфхак салапаны саласында осыған дейміз сосын
десе, салмағым жеңілдесе, демек келін шегім жанымда жоқ менің. Көзіме бір көрінбесе, иесін сезінбесе, жұмысыма да мүлдем зауқым жоқ. Эльдар деген повар біздің, шеф-повардың тамағы. Ал қол шапалақтап қояйық. Және де оның бүгінгі сол Эльдарға көмектесіп жатырған бүгін 3 ханым бар. Ол Іңкәр, Айдана және Балжан. Сол үшеуіне біз сыйлық бергіміз келіп тұр. Мына Атырау намасын бейсбол кісі. Осылай активны болсаңыздар, сыйлық болады, айттық қой. Тамақ өте дәмді. Сондықтан әлі завтрак бар деп қоясыңдар ма? Визалкалар бар, если что. Қолыңа кәрде, құлағыңа шопа, 101 мәрте тағы Европа күтет алда. Бұл күндерде қалады артта. Күндем ерге үйге береке, мен үйді күтет меңгілмен ол құшақпен. Сені бұл жерден алып кетем үлкен ұшақпен. Енді осы саяхатқа бәріңіз бірге келгендеріңізге мыңда бір алғыс айтамыз. Және де шынында біз уайымдадық. 130 адамды қалай болады? 4 жігітпіз, бірақ біздерде осы саяхатқа бұрыннан шығып жүрген достарымыз, солардан көмек сұрадық, айттық бізге көмектесіңдер. Кейбір жерде бізге анағыдай қолдау керек деп. Сол көмектесті және өздеріңізде айтқанның бәрін как положено орындап, балдарда бәрі ешқандай жарақатсыз осы жерге келіп жатырмыз. Сондықтан жақсы, өте жақсы, маған өзіме қатты ұнап жатыр. Бәріңізге де тағы да рахмет. Енді Атырау наматысты қалай, не, кім деп жаңадан келіп жатқандарға айтып кетейік. Біздер 2021 жылы осы Ерік Шыныбеков, Эльдар Мұхамеджанов, Айдарбек Сарсенгалиев және мен, есім Ерлан Туралиев, осы төртеуміз бірінші саяхаттан бастадық Маңғыстауға. Содан кейін осы неге Маңғыстауға бара береміз, неге банаға Алматыға бару керекпіз, Астанаға бару керекпіз. Өзіміздің де осындай тарихи, табиғи, әдемі жерлер бар. Неге соны көрмеске деп шештікті, сол бір саяхат жасадық. Осы жолмен Ақтолағайға бардық. Өте жақсы болды. Содан кейін адамдар жиналып бастады чатқа. Содан кейінгі Индарға біз 50 адаммен бардық. Сол кезде 50 адам бізге ол өте көп. Не істейміз, қалай істейміз деген сияқты қорқыныштар болды. Бірақ оны да жақсы өткіздік. Қазір бізге 50 адам дейтін ол стандарт. Ешқандай проблема жоқ дейсің. Сөйтіп басталып кетті. Енді жалпы құндылықтарымыз бағанадан бері айтып келе жатырмыз. Осы табиғатқа саяхаттау, тарихты білу, бірге танысу және де саяхаттау әдебі дейді ғой. Енді мүмкін біз экологтардың, банағы жануарларды, өсімдіктерді қорғаушылардың алдында мүмкін бірдемені бүлдіріп жатырған шығармыз, ластап жатқан шығармыз. Бірақ енді біздің әр заттың өзінің бір құны бар деген сияқты, оның құнына сол біздің отбасылық құндылықтарды, жастарымызға деген тәрбиені және алғашқы бізден кейінгі жасайтын саяхатшыларға саяхатқа шыққанда қандай саяхат жасау керек, тазалықты қалай ұстау керек, палатканы қалай құру керек, көп адам болып шыққанда қалай әрекет жасау керек деген сияқтыны көрсін, үйренсін.
білсін, ары қарай да осындай тарихи жерлерді таза ұстасын деген сияқты мақсатпен ұйымдастырып жатырмыз. Енді көптеген қолдау алып жатыр. Бәріңізге көп рахмет. Мына жерде бағанадан бері де айтып жатырмыз, кеше жарнамадан да әртүрлі соцсеттерде айтылып жатыр ғой. Осы жолы біздерді Атырау облыс спорт және туризм басқармашылары біздерді қолдады, және сол басқарманың қарамағында визит-центр бар, Атырау визит-центр. Қайсар деген басшысы келіп отыр. Тұрып қоясыз ба? Сізге көп рахмет. Шынында осы кісілердің арқасында біздерге үлкен поддержка болды. Шынында көліктер жетпей жатты, саяхатшылар көп болды, барғысы келетіндер көп болды. Соларға давайте біз немен көмектесе аламыз? Біз давайте сендерге автобус тауып берейік деп міне академия Костраны беріп жатыр. Және де бізге қандай қолдау көрсетті, бана ақпараттық жағынан. Сосын мына біз 2 күн бұрын осы жолмен жүріп келген кезде өздеріңіз көрдіңіздер, бірнеше бөгеттер болды. Значит, ол бөгеттерді объездной жолдар. Ол объездной жолдар өте нашар. Біз еріктің көлігімен жүрдік, шаңға баттық, клея болды үлкен. Сол келіп осы Қайсарға, Қайсекеңе айтамыз, Қайсеке ана жерде бөгеттер бар екен, уақытша 2 күнге алып тастауға бола ма дедік та. Сол кісілердің қолдауымен осы Қазавтожолға шығып, банаға бөгеттерді алып тастап көрдіңіздер ме? Бір адам өтетіндей болып, және қасына адамды қойып, бәрімізді өткізді, шаңға батырмауға тырысты. Және де оған қоса мына Иманқара үңгіріне келетін жолдар негізі қатты шоқалақ болды, калея болды, реально. 2 күн бұрын келгенде сол Қазавтожолдың басшылары осындай саяхатшылар келеді, астында жеңіл машиналар бар екен деп, қай жағынан да үстінен барсаң да, астымен келсең де бәрін теп-тегіс қылып қырып қойған екен да. Өздеріңіз көздеріңізден көрдіңіздер. Ол енді біз кеткеннің, біздің арқамыздан болса да, осы Қайсардың арқасынан болса да, артынан келетін жергілікті саяхатшылар, жолда өтіп баратын саяхатшылардың бәріне бір жеңілдігін тудырады. Сондықтан тағы да осындай қолдауларды бізге демеу көрсетіп жатқан, поддержка жасап жатқан үкімет басшыларына рахмет айтамыз. Әлде де осындай қарым-қатынастар дами берсін, көбейе берсін. Біздің Атыраудың туристік потенциалы өте үлкен. Оның бәрін біз бірге атсалысып, баршаға жария қыламыз. Ол міндетті түрде болады. Біздің де үлесіміз тиіп қалар. Басқаларында көптеген қазір саяхатшылар шығып жатыр, блогерлар шығып жатыр. Біз тек қана қуанамыз. Бізден қандай көмек керек, қандай ақыл кеңес керек, біз әрқашанда көмектесуге дайынбыз. Ал енді мына жердің историясына дәл қазіргі дейін жеткен деректер бойынша, бұл енді сол сақ кезіндегі, сармат кездерінде как храм ретінде бір өзінің бір ритуалдар өткізетін түрде үңгір болған екен. Содан кейін бана біздер дасторға соқтық, музейде болдық, айтып жатырмыз. Мұнайға байланысты 1910 жылдары осы жерде компания братья Нобели деген компания осы жақта мұнай кендерін өндірген. Сол кезде олардың базысы Әзербайжанда, Бакуда болған. Сол Кенбайдан келген мұнайларды банағы көрген түйелеріңізге екі жағына бөшкемен артып алып келіп, осы жерде сақтап деген ақпарат бар. Уақытша сол үшін жанындағы үңгірлерді қосымша тескен екен. Қосымша банағы бөлмелер жасаған деп айтады. Содан кейін осы жерден арғарай терең өзек деген қазір месторождение бар Қазмұнайгаздың. Сол жерде бұрын порт болған. Сол портқа дейін алып барып, танкермен Бакуға алып кеткен мұнайды. Сондай осы жердің дерегі бар. Және де банағы айтып кететін танкер, интернет желісінде тағы іздеп қарарсыздар. Егер менікі қате болса түзерсіздер. Айтады, әлемдегі ең бірінші танкер деп айтады. Банағы сол Альберт Нобельдер осы жақтан Әзербайжанға мұнай тасымалдау үшін әдейі
арнап сол танкерді жасаған дейді. Содан кейін ары қарай танкер өзінің бағанағы бағасын алып кеткен деген деректер бар. Енді оны тағы да дәлелдері болса бөлісіп отырарсыздар. Және де 1944 жылы Ағаев деген Туркестанский легион деген диверсиялық группа, Ағаев бастаған диверсиялық группа түседі осы жаққа. Сол кезде олардың мақсаты, енді ең бірінші мақсаты айтатыны мына осы Кембай деген жақтағы месторождениеден шығатын мұнайдың сапасы өте жақсы болған, және ол мұнайды ешқандай өндірусіз майданға жіберіп отырған екен. Танкілерге, тракторлерге как топливо ретінде пайдалануға соған жіберіп отырған дейді. Сондықтан соны жару мақсатында диверсиялық группа түседі. Ол диверсиялық группа енді көбі өз еркімен берілген дейді, оған ақпараттар бар. Кейбіреулері өлген дейді, кейбіреулерін сол мына жергілікті тұрғындар НКВД-ның банағы полицияға, милицияға ескертіп, солар әр жаққа қашып, ең соңғы осы үңгірге келіп тығылады. Сол жерде банағы диверсиялық топтың соңғы өкілдері осы жерде қаза тапқан. Енді бана айтып отқандай, бұл просто үңгір емес, анадай өзінің бәлен 100 жылдық тарихы бар үңгір. Енді біздің Атырау өңіріндегі уникальный да, бұл қолдан қазылған үңгір. Сондықтан бәріңіз қарады деп ойлаймыз. Қош келдіңіздер. Және де көрген шығарсыздар. Ішін бәрін адамдар жазып жасаған. Өздерінің аттарын, туған жылын жазып кеткен, ол меніңше дұрыс емес. Және соны біздер өздеріміздің балдарымызға, қасындағы адамдарға айтуымыз керек. Видео саласыздар ма, салыңыздар, айтыңыздар. Осындай болмасын, бір санаулы ғана тарихи жерлер, оның бәрін жазып тастайтын болсақ, ол не болады да, мысалға, ұят болады деген сияқты. әкімі болып, осы Қайсеке сол біз Атырау Номадс клуб барамыз дегенде сол жақта банағыдай осындай от жағатын орынды дайындап, өзі кәдімгі араны, бензин бәрін өзі әкеліп жүр ғой ана жерде дейтін. Сол жол ашты, тоже банағыдай закрытый не болды да жол. Туристтер кіруге болмайды машинамен. Ол үлкен көмек, астын бәрін жыратын етіп бар ғой. Сондықтан мүмкін қайдан білеміз, жаңбырды келісіп қойды ма деп қойсақ. Көп мақтау жүріп, көстек көтеріп. Қайырлы кеш, барша енді Атырау Номадс клубының мүшелері. Бүгінгі күні сіздермен баршаңызбен танысып жатқаныма өте қуаныштымын. Жаңа енді Ерхан айтты ғой, таныстырып, есім Қайсар болады, Мақсутов Қайсар. Осы енді визит Атырауға келіп жұмысты бастап жатырмыз. Өзім жалпы Құрманғазы ауданы, Құрманғазы Ақкөл ауылының тумасымын. Өте қуаныштымын сіздермен бүгінгі кеште кездесіп жатқаныма. Атырау Номадс клубының осындай бастамасы, осы облысымыздың туристік әлеуетін ілгерілетуде, келер ұрпаққа тәрбие беруде, жалпы айтқанда осындай табиғатпен үндестікте тазалық жұмыстары, артын осылай реттеп кету деген сияқты осындай бір тәлім тәрбиесі мол іс-шарада өте бір жақсы бастама көтеріп жатыр.
Сіздерге сәттілік тілейміз. Өте қуаныштымыз сіздермен бірге болып жатқаныма. Алға қарай да тағы бірге қатысам деп санаймын. Аман болайық. Сіздерге сәттілік, осы бірлескен нәтиже, жұмысымыз нәтижелі болсын деген тілегім. Ал құрметті достар, үлкеніміз бар, кішіміз бар, балаларымен келіп жатқан ата-аналар бар. Барлығымыз қош келдік осы Атырау Номадстың командасымен. Қош келдік бәріміз. Саяхатымыз ұзағынан болсын, бұл саяхаттың соңы болмасын. Осындай бізге күшті, сондай әсерлі кеш сыйлап жатқан Атырау Номадс командасына ризамыз. Өте рахмет сіздерге. Басқа не қылайын енді. Осы араларыңызда үлкендеріңіз мен сияқтымын. Жасымды сыйлап сөз беріп жатқандарыңызға үлкен рахмет. Мен осы Номадсты 3-4 жылдан бері естіп жүрмін. Осындай саяхат ұйымдастыратын команда бар дегенде. Бірақ бірнеше рет қосылып тұрмын. Өте жақсы ұйымдастырушылар екен. Саяхатшылар үшін барлық жағдайды жасап отыр біз үшін. Мен өзім де бұлай саяхаттайтын адаммын. 2016 жылдан бері қалай пенсияға шықтым, солай саяхаттаймын. 6-7-8 шетелде болдым. Саяхат деген енді керемет нәрсе енді ол. Огромное вам спасибо, что вы делаете такую благородную миссию. Сегодня с нами находятся дети. Это наше будущее, это будущее нация наша. Поэтому я хочу нашим ребятам поблагодарить и пожелать им, чтобы мы вместе с вами покоряли новые и новые места. Хочу отдельно поблагодарить Шумахера Азамата и его супругу Лизат. Я думаю, что обратная дорога у нас будет еще веселее. Поэтому я думаю, что все, что делается вами, ребята, это воздастся вам прежде всего. Я не могу петь, люблю танцевать, но я вам обещаю другое. Я найду спонсора, чтобы купить вам рации. Я это вам обещаю. Ассаламу алейкум, қайырлы кеш, ағайын. Барша табиғат, осы саяхат сүйетін батыс өңірінің бауырлары, апа қарындастар, есімім Азамат болады. Осы чат, клуб, топ десек енді, бір жыл, 2 жылдың үстінде болды, деймі, отырған соң, бірақ осы бүгін бірінші шығып тұрмын. Осы жерде осы клубтың мүшелерін танимын, осы Элдарды танимын, Ерланды танимын, сосын Ерекеңмен бүгін танысып жатырмын официально. Айдарбекті танимын. Мен енді бір айтқым келетін сіздерге өзімнің атынан, өзім семьям атынан бір үлкен алғыс білдіремін. Үлкен іс-шара жасалып жатыр. Сөздің шыны керек, мынау деген огромный ответственность. Біздер бала шағамыздан қашып шығып отқанда сіздер енді 140-тың үстінде ме, 130-тың үстінде адамға жауапкершілік тартып, танытып, осылай адал еңбек қызмет жасап жатсыздар. Тегін, от души, это душевно жасалып жатқан зат. Соған сіздерге Алла разы болсын, көп-көп рахмет. Осы іске, осы ағайындарын жиналып жатқан сіздерге рахмет. Осылай алтын уақыттарыңызды бөліп, осылай саяхатты көркендетіп жатқандарыңызға жақсы демалыстарымыз көп болсын деп тілеймін ал. Жігіттер, сендерге көп-көп рахмет. Мен бана қара отырмай таңсанып риза болдым өте. Мынау деген үлкен жауапкершілік. Рахмет сендерге көп-көп. Мықты.
ал енді деп өзім мен адай болғасын өзімнің атынан деп бастап кетті есіне жоқ. Сол біздің Атырау Наматстан азмыз шағын сыйлық, енді ол бір көңіл сіздерге рахмет. Мына қайда екі бала қайда келіңдер, сендерге сыйлық. Мынау Атырау Наматстың брендированный отырғышы. Енді ашып көрсетейін. Жерде логосы бар, Атырау Наматстың өзінің әдейі осындай, да, не? Все, рахмет, давайте. Өнерлерің өстен болсын.
ең алғашқы махаббат қиын екен қиын сонда өмірдегі ең алғашқы махаббат мен сені жақсы болайын асауым мен сені того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Ой, ты песня, песенка девичья, и бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет. И бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет. Шашқанда сенем Құдай бізді қосқан, сені сүю су тасқындай, менің күйім адасқандаймын. Төмпе күз жастар манда өтет кетет бұл жастық шақ. Мойныңда сенің күмістен алқа, толқынды жағы екеуміз ғана. Сырымыз бітпей жалғасты таңға, жағымды жан. Бағана тұрған сіздер бәрін тұрғандар күтіп көрген. Бағана тұрған сіздер бәрін ұйқыларыңызды ашқаныңызды күткен художник шықтым ғой видеосы бүге. Бәрі настроение жоқ қой. Всегда так бывает. Еще ешкім камера снимет, потому что беттер бәрі ұрыс болып тұрады. Иә. Нормально ма? Красивая, значит. Нормально, иә. Ән салып құстар шулаған бақта. Все хорошо. Так, бізде полевая кухня. Қасына апайымызда бүгін бізде ауысып кетті, в общем, помощниктер. Ана біріншісімен демалып жатыр, ал кеше болды. Жақсы шүкір. Есть молоко қойым? Так, 10 минуттан кейін кухня жиналады, 10 минуттан кейін кухня жабылады. Кім ішкен жоқ, кім тамақ ішкен жоқ, тезірек барып аламыздар 10 минуттан кейін. Так, енді біздер бүгін нешінші күн, мында келіп жатқан екінші күн ғой. Осындай ауыл болып бәріміз жиналып жатырық. Мына жерде Атырау наматсын жігіттері бар, ерақаң бар, үш ерақаң бар. Кеше көбімен таныстық, өлең айттық, би биледік. Действительно, атмосфера бөлек екен. Атырау наматсын жігіттері көп рахмет. Алғысым шексіз. Келесте тағы осындай шығатын болып отсаңыздар, хабарласыңыздар, біздер келеміз деген сияқты. Осылай команда үлкейе берсін. Осындағы адамдар бәрі бастары аман болып жүре берсін дейміз. Атырау наматс керемет. Как вам поездка? Да, отлично, спасибо. Мы первый раз в такой поездке. Как Нам очень спали? понравилось. Очень хорошая организация была, молодцы. Күшті ұйықтап шықтым, ұйқым қанды. Намат тобына рахмет. Осындай үлкен шаралар ұйымдастыра берсін. Бір-бірімізді табынып жатырық. Таныстарымыз көп болсын. Балдарымыз өсіп жатыр. Тек қана осындай жақсылықта келсек. Рахмет. Ваши Впечатление, мам. Ой, вообще күшті, все круто, как всегда, все на высшем уровне. Атырау номадстардың несі, комьюнитисі мықты, как всегда.
Я очень надеюсь, что всем все понравилось. Бізде осы жолы дейтін почти 130-дан аса адамдар болды. Өте көп новый адамдар болды. Үміттенемін, что бәріне бәрі ұнағанын. Біздің ол дейтін осы жылы алғашқы дейтін экспедициямыз, так что дальше больше вперед. Рахмет! Біз енді осы сәуір айының 11-12 аралығында Атырау Номадс пен Жылой ауданындағы Иманқара Ақкегершін деген тарихи жерлерге шықтық. Алдымен енді Ақкегершінге соқтық, сол жерде біраз жүріп фотоға түстік. Содан кейін осы Иманқараның айналасына орналастық. Өз басым осы өлкеге демей-ақ қойын, дәл осы локацияға бірінші рет келіп тұрмын. Негізден мен өзінің ұстанымым әлемді арламас болын, өз еліңді, еліңді арламас болын, өзіңнің облысыңды, ауданыңды біліп тану. Ол намазбен бірінші рет шығуым емес, енді жоқ дегенде бір 5-6 болып қалатын шығар. Әр шыққан сайын енді әртүрлі эмоция, енді қызыққа толы сәттер есте қалады. Бұйырса осындай бүгін енді мысалы 30-40 адам болса, осыдан кем емес масштабта әртүрлі тағда қызыққа толы саяхаттар болатын шығар деп үміттенем, соны күтетін боламыз. Елге аман есен жетейік енді. Рахмет. Так, енді бұндай саяхатқа бірінші рет келуім, жалпы палатка құрып, 2 баламды алып бірінші рет шығып жатырмын. Өзім де бірінші рет шығып жатырмын. Енді впечатление күткендегідей, не күттік, сол болып жатыр, ожидание реальность болып жатыр кәдімгідей. Қалай жатыр? Бәрі ұнады, жақсы. Минус дейтіндей минусы жоқ, енді жел болмаса былай минусы жоқ. Барлығы жақсы ұйымдастыру. Кешеде концерт болды, нелер болды, ойындар, шаралар болды, өте әдемі. Жақсы көңіл күйде қайтып бара жатқан жайымыз бар. Бәріне рахмет. Мен қазір дайын емеспін, өтірет. Дайын кешеден бері қандай ощущение болды, қандай не болды? Ощущение жақсы, керемет. Бұндай ұйымдастырушылар жоғары деңгейде. Жаңа бір әсер алып қалып жатырық. Негізі бұрыннан армандап ойлап жүрген еді. Қол жетімді саяхат болды. Сонымен қатар 10 есе артық болды алатын әсеріміз. Тек алға қарай дамый берсін, көбейе берейік. Тек деңгейі жоғары, тек қолдаушылар болса, жалғаса берсе, жақсы жігіттердің іс-әрекеттері. Именно саған кеттік. Кешеде тамақ дайындап нетіп көмектесіп отырсың ғой. Соған рахмет. Осының өзіңнің впечатление, енді қалай неше шығып отырсың мұнда? Атырау Номадқа. Білмеймін, енді 5 жыл болды ғой. 5 жылдан бері. 30 поездкінің бір 20%-не, 80%-не бардым ғой. 31 поездка болды деді ғой кеше. Атырау Номадтың ветерандары. С самого начала Атырау Номад, еще Атырау Номад емес кезінен бері ғой. Да? Да. Впечатление енді всегда классные, как всегда, отдохнувший болып, без телефона, без сетей, әдемі демалып, балдармен, табиғаттың тамағын жеп, күшті болып демалып қайтамыз үйге. Сосын рабочий режимге қайтып кірсеміз. Бұйырса Атырауға жеткенсіз. Аман есен жетіп алайық, жолымыз болсын. Қазір жолдасым екеуміз көптен осы Номад группасында бармыз. Бүгін бірінші мәрте саяхатқа шығуымыз. Осы жердегі вайпты сөзбен жеткізу өте қиын екен. Бізге ұнады. Ұйымдастырушыларға көп рахмет. Көрініп тұр, барын салып, халыққа қол жетімді қылып ұйымдастырып, бізге көп ұнады. Бірінші рет осындай далаға шығып, палаткамызды құрып, оның ішіне қонып, бұл моменттерді сөзбен жеткізу қиын. Көп рахмет ұйымдастырушыларға.
құрметті көрермендер, біздер бүгін кеше 11 сәуірде Атырау Номад саяхат тобы, Атырау облыстық туризм және спорт басқармасының қолдауымен осы Жылой өңіріндегі Ақ Керегешің, Иманқара деген үңгірлерді президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың акциясымен, Таза Қазақстан деген акциясымен келіп, айналаларымызды тазаладық. 140 адам болып осы жерге үй құрдық, жақсы көңіл көтердік. Енді арттарымызды тазалап, кері ауылға қарай кетіп бара жатырмыз. Көптеген әсер алдық деген үмітіміз бар. Ұнап жатса, келіңіздер, бізге қосылыңыздар. Ең басты табиғатты аялап жүрейік, таза ұстайық айналамызды. Сіздерге ұнады ма?